Назар аударыңыздар. Бұл шағым сіздерге түсінікті болу үшін мен сіздердің 6 ай бұрынғы жазған сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Бірақ іс жүзінде мен 6 ай бұрынғы сұрақтарға жауап бермес бұрын, ең алдымен 10 ай бұрын жазған сұрақтарыңызға жауап берейін. Сондай қатыгез бұңғышы, сол кезде жазған сұрақтарыңызға 10 айдан кейін жауап берейін деп жатырмын. Ең алдымен осы видеоға лайк басуды ұмытып кетпеңіздер, менің арнамада жазылуды ұмытып кетпеңіздер, қоңырау шанды басуды ұмытып кетпеңіздер. Бірінші сұрақ Диас аниматордан екен. Менен тек бір сұрақ: өскенде не болып айналысқың келеді өз қалауында? Менің өз қалауымда бәлкім ютубер болғым келетін шығар. Келесі сұрақ Сайырбектен екен. Каналыңның негін өзгертіп тастапсың. Жамалдин әлде Жамалат па? Жарайды, Жамалдин дей берейінші. Сені. Жарайды, енді сенің сұрақтарыңа жауап берейін. Неге 5 сұрақтан аспауы керек? Білмеймін, ол кезде постты 5 сұрақтан аспау керек деп жариялап қойған шығармын. Ал енді 6 ай бұрын салынған посттағы сұрақтарға жауап берейін. Бірінші сұрақ Айбектен екен. Менің сұрақтарыма жауап бересің деген ойдамын дейді. Жауап беріп жатырмын онсыз да. Жарайды, бірінші сұрақ аниме көргенсің бе? Дохуя аниме көріп тастаған мен. Ең соңғы рет сол One Punch Man'ның 3-ші сезонын көріп едім. Бірақ полибом 1-ші сезонға жетпейді екен. Өйткені мынандай нәрсені көру деген білмеймін негізінде. Бәпше мен болып кетті осы. Келесі сұрақ нәскеңнің түсі қандай? Жалпы мен негізінде нәски кимеймін. Өйткені мен қазір жалаң аяқ отырмын ғой. Ойнап айтаме. Сәм қалдыңдар ма? Қысқасы мен 2 чорный нәски киемін. Жарайды, келесі сұрақ қай жақта тұрасың? Мен Төрткүлде тұрамын. Келесі сұрақ Нұрлан немесе Армани, қайсы ютубер мықты? Меніңше екеуі де мықты сияқты. Келесі соңғы сұрақ қашан ютубтан кетесің? Мен нақтысын білмеймін қашан ютубтан кететінді. Немесе ютубты өмір бақи жүргізетін шығармын, нәтиже болса әрине. Келесі сұрақ тағы да Жамалдиннен екен. Бұл жолы көп сұрақ жазып кетіпті. Маған бірінші жауап берші дейді. Бірақ сен ренжімейсің деген ойдамын. Сенің сұрақтарына мен видеоның басында да жауап берген болатынмын. Бірінші сұрақ астрофизиканы білесің бе дейді. Бірінші рет естіп тұрмын астрофизика дегенді. Типа планеталарды зерттейтін ғылым ғой. Келесі сұрақ ChatGPT қолданғансың ба? Ойлаш, әрбір мектеп оқушысы ChatGPT қолданады. Демек, мен де соның бірмін деген сөз. Келесі сұрақ телефоныңды шамамен күніне неше сағат шақтайсың? Әлде қолданасың? Білмеймін деме. Әр кезде әр қалай ғой. Әсіресе видео монтаж еткен кезде, немесе ютубқа видео жасайтын кезде. Яғни мен ютубқа видео жасау үшін көп уақытымды кетірем. Шамамен бір күн монтаждаймын ғой, видеоны тез монтаждап біту үшін. Сол кезде маған телефонымды көп қолдануға тура келеді. Келесі жақсылық тілектес дейді. Онда саған сұрақ: неге бүгін сабаққа келмедің? Осы сұраққа жауап берші дейді. Жалпы сабақ туралы айтатын болсам, мен сабақты кішкентай кезімнен бері ұнатқан емеспін, қазір де ұнатпаймын. Негізінде мені сабаққа деген құштарлығымды саптырған ғылым ғой. Өйткені маған ғылыми бағыттағы пәндер ғана ұнайды ғой, айтқым келіп тұрғаны. Ал маған ұнамайтын пәндер ол орыс тілі, ағылшын, тарих деген бәпше. Ұнатпаймын ондай пәндерді мен. Бірақ қажет болғандықтан оқуға тура келеді сол пәндерді. Бірақ ол пәндерге мен бәпше қызығушылық танытқан емеспін. Тағы да маған сабақтың ұнамайтын жері БЖБ, ТЖБ-лар деген нәрселер маған бәпше ұнамайды. Яғни мен сабақтан қалып қалған күндері пайдалы нәрселермен айналсам. Жалпы мен бүкіл адамзатқа пайдалы нәрселерді ойлап тапқым келеді. Яғни бүкіл адамзатқа өз пайдамды тигізсем деген ниетпен. Содан кейін аспан әлемін зерттегім келеді жалғыз өзім. Жер ғаламшарынан басқа ғаламшарларда тіршілік бар ма деген ой мені қатты мазалайды. Егер ғылым болмағанда мен өмір бақи сауатсыз болып өтер-ме-едім. Негізінде ғылым туралы бөлек бір видео шығарсам болады еді негізінде. Бірақ бұл сұрақ жауап видеосы болғандықтан менің әлі жауап берілмеген сұрақтарым бар әлі. Сол сұрақтарға жауап беру қажет. Бәпше мен тақырыптан ауытқып кеттім ғой. Келесі сұрақ Нұрзаманнан екен. Неге видео шығармай кеттің? Білмеймін, ол кезде не үшін видео шығармай кеткенімді өзім де білмеймін ғой. Келесі сұрақ кім болғың келеді? Мен ютубер болғым келеді, сосын әлемді зерттегім келеді. Келесі соңғы сұрақ қандай сұрақтарды ұнатпайсың дейді. Мені 6 ай бойы мазалап жүрген бір сұрақ бар. Берлин немесе Нұрзаман деген. Мысалы Берлин деген кім? Мен оны танымаймын.
Ал мен сені 5 саусағыммен танимын, Нұрзаман. Осы сұрақтың жауабын сенің осы видеоға жазған комментарияң арқылы білемін деген ойдамын, Нұрзаман. Келесі соңғы сұрақ Жамалдиннен екен. Блогыңды неге жауып тастадың дейді. Бәлкім баяғыда жауып тастаған шығармын ол видеоларды. Қазір ол видеоларды достып ашық, смело қарай берсеңдер болады. Видео өз соңына жетті ғой, әзір дегенде сұрақ жауап видеосы қызық болды деген ойдамын. Ал осымен мен видеомды аяқтаймын. Қош, сау болыңыздар.